Дегенмен мәжілісті тарату не таратпау туралы шешімді президент қабылдайды. Ал 5-ші шақырылымның депутаттары әдеттегідей жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бүгінде олар пленарлық отырыс аясында біршама заң жобасын қарастырды. Гүлмайра Қуатбайқызының материалына назар аударайық. Парламент пен жергілікті мәслихат сайлауын қатар өткізу экономикалық тұрғыдан тиімді. Бұл мәжілістің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатып, мерзімінен бұрын сайлау өткізу туралы бастаманы бір ауыздан қолдаған 5-ші шақырылым депутаттарының пікірі. Қазір біріншіден біз уақытын үнемдейміз, қаражатын үнемдейміз, және біз жан-жақтағы жағдайларды өздеріңіз біліп отырсыздар ғой. Біз бұл жерде мемлекеттік тұрғыда ойлап, сондай қадамға барып отырмыз. Елбасының жариялаған ұлт жоспары қазақстандық арманға бастайтын жолды орындау ешқандай кедергіні күтіп отырған жоқ, уақыт күттірмейді, сондықтан оны барынша жылдамдатып іске асыру қажет. Депутаттар бір ауыздан 5-ші шақырылымда көптеген маңызды құжаттардың қабылданғандығын айтып, әрі қарайда ел игілігі үшін жұмыс жасай беруге дайын екендіктерін жеткізді. Мемлекет халыққа жұмыс істеу керек болатын болса, мен әрқашанда жұмыс істеуге дайынмын. Мен ойлаймын, егер де біздің еңбегіміз ел үшін керек болатын болса, біз әрқашанда оған дайын болуымыз керек. Еліміздегі жастар корпусын дамытуға қатысты. Құжат аясында Алматы, Қарағанды, Павлодар және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жастар жобасына байқау жарияланып, оларды жүзеге асыруға қомақты қаржы бөлінбек. Бұл қайтарымсыз грант 7 миллиард теңге. Балалар үйінде жұмыс істейтін жобалар, мектептерде, сосын мүгедек адамдармен жұмыс істейтін жобаларға біз сол грант бөлетін боламыз. Байқау барысында қоғамдық кеңестің қатаң сүзгісінен өткен 1700 жоба іріктеліп алынбақ. Грант ұтып алған жастарға 6 айдың көлемінде 50 мыңнан 100 мың теңгеге дейін жалақы қарастырылған. Осы құжатпен тағы 13 заң жобасын депутаттар тездетіп мақұлдады. Өзара шүйіркелесумен болған мәжілісмендерді палата төрағасы бірнеше мәрте тыныштануға шақырды. Көпшілікті бүгін негізінен мәжіліс өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәлімдеме көбірек қызықтырған сыңайлы. Гүлмайра Қуатбайқызы, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар.